Сәлем достар, менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен бірге өзбек халқының пармуда самсасын термомиксте дайындайтын боламыз. Бұл самсаны міндетті түрде дайындап көріңіздер, себебі өте ерекше әрі дәмді болып шығады. Самсаны дайындау үшін бізге бөлме температурасындағы сармай керек болады. Егер сармайыңыз қаттылау болса, 1 минут 50 градус бір скошта ертіп алсаңыз болады. Сармайымыздың үстіне жұмыртқаны, суды, тұзды салып 20 секунд бір скошта араластырамыз. Одан кейін үстіне ұнды қосып 3 минут колосок режиміне қоямыз. Қамырымыз дайын болғаннан кейін оны 30 минутқа қалдырып салмамызды дайындаймыз. Алты самса шығу үшін қамырымызды 24 бөлікке бөлеміз. Видеода көрсетілгендей етіп түйіп домалақтаймыз. Әрбір қамырымыздың жан-жағына су жағып, видеода көрсетілгендей 4-4-тен орналастырып шығамыз. Қамырымыздың бетіне жұмыртқаны жағамыз. Сіздер жұмыртқаны сарысын жақсаңыздар болады, себебі ол кезде самса өте әдемі болып қызарып піседі. Қалауларыңыз бойынша самсаның бетіне күнжіс sepсеңіздер болады. Қызып тұрған пеште 200 градус 30 минутта пісіреміз. Сонымен біздің ерекше пармуда самсаларымыз дайын. Сіздерге міндетті түрде ұнайды, сондықтан дайындап көріңіздер. Және де менің арнама тіркеліп, мені қолдап, үлпілдетіп пікір қалдырыңыздар. Ас болсын!